Сәлем достар, сіздермен бірге Венерахан. Бүгінгі тақырып өте қызық болмақ. Бүгін біз психологиялық тест жасаймыз. Сіздің менталь жасыңызды анықтаймыз. Менталь жас дегеніміз ол психологиялық жасыңыз. Ішкі жан дүниеңіз қандай болады екен, үлкен жастасыз ба, орта жастасыз ба, оқушысыз ба, кішкентай бала, әлде сәби қалпында тұр ма? Қазір білеміз. Ручка, қалам алып дайын отырыңыз. Міне қызық болады. Психологиялық жасыңызды білгіңіз келе ме? Онда лайк басып, тіркеліп, комментарияға өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал кеттік. Бірінші сұрақ, суретте сізге қай түс басым болып тұр? Суретте сізге қай түс басым болып тұр? 5 вариант беріліп тұр. А, Б, В, Г, Д. А 4, Б 5, В 1, Г 2, Д 3 балл. Екінші сұрақ. Қандай алқызыл түс назарыңызды аударып тұр? 5 вариант беріліп тұр. А 3 балл, Б 2 балл, В 1 балл, Г 5 балл, Д 4 балл. Таңдаңыз. Келесі үшінші сұрақ. Мына әдемі суретке қараңыз. Бұл суретте тек ақ пен қара түстерден тұра ма? Я немесе жоқ? Я 5 балл, жоқ 0 балл. Жазып отырамыз достар. Келесі сұрағымыз төртінші сұрақ. Күннің батып бара жатқан сәтін көріп көрінісі. Күннің батып бара жатқан сәтінің көрінісі 4 вариант таңдаңыз. А, Б, В, Г. Өзіңізге ұнайтын көріністі таңдаңыз. А 3 балл, Б 2 балл, В 4 балл, Г 1 балл. Келесі 5-ші сұрақ. Мына суретте сізге көк түстердің қайсысы өте қатты ұнайды? 5 вариант. А, Б, В, Г, Д. Екі балл, 4 балл, 3 балл, 5 балл, 1 балл. Келесі 6-шы сұрақ. Суретте ең бірінші қай түсті көрдіңіз? 5 вариант. А, Б, В, Г, Д. 1 балл, 4 балл, 5 балл, 3 балл, 2 балл. Келесі 7-ші сұрақ. Тапсырманы жеңілдетейік. Акварель түсін таңдаңыз. 6 вариант беріліп тұр. Акварельдің өзіңізге қай түсі ұнайды? Сол түсті таңдаңыз. 6 вариант беріліп тұр. 2 балл, 4 балл, 5 балл, 1 балл, 6 балл, 3 балл. Соңғы сұрағымыз 8-ші сұрақ. Қай түс ең ашық, ең анық көрініп тұр? 5 вариант беріліп тұр. А, Б, В, Г, Д. Таңдаңыз. Бірінші А 4 балл, 2 балл, 1 балл, 5 балл, 3 балл. Егер тест жауаптары достар тіркеліп подписацияны батырмасын басып отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Егер сіз 7-12 балға дейін жинасаңыз аралығында, сіздің жасыңыз 20 жастан төмен. Сіз еркін, сіз уақытыңыз көп. Сіз өмірге балалық көзбен қарайсыз, қызығушылық көзбен қарайсыз. Барлығын жеңіл қабылдап жүресіз, көңілді жүресіз. Сіз үшін өмір тамаша, осылай жарқырап, күліп, әрқашан жайнап жүре беріңіз. Өміріңіз ашық болсын. Алда сізді өте керемет сәттер күтіп тұр. Егер сіз 13-20 балл болса, сіздің психологиялық жасыңыз 20-29 жас. Сіздің энергияңыз көп, өміріңіз қызықты, көңілді өтіп жатыр. Жан-жағыңызға қарап, ақыл тоқтатып келесіз. Керек емес нәрселерге бас қатырмайсыз. Өзіңізге жүктеп қойылған мәселелерді шешіп жүрсіз. Сіздің өміріңіз керемет оқиғалармен, қуанышқа толы.
сіздің өміріңіз керемет оқиғалармен қуанышқа толы өмір сүргенді жақсы көресіз, өмірді қызықты өткізгенді жақсы көресіз. Әрқашан жаңалыққа құмар жүресіз. Егер сізде 21-28 балл болса, ментал жасыңыз 30-39 жас. Сізге жаңа идеялар қызықтырады. Жауапкершілігіңіз бойыңызда, салмақтылық қосылды. Саналы шешімдер қабылдап жүрсіз. Өмірге сенімді көзбен қарайсыз. Сіз қазір алтын орта жастасыз. Егер сіз 29-35 балл жинасаңыз, сіз 40-49 жастасыз. Сіз тәжірибелі адамсыз. Өмірге көзқарасыңыз, өзіңізге не керек екенін білесіз. Мақсатыңыз анық, қалай жетуді білесіз. Сол үшін әрекет жасап жүрсіз. Егер сізде 36-40 балл жинасаңыз, сіз 50 жастан немесе 50 жастан жоғары сіздің психологиялық жасыңыз. Сіз ақылдысыз, сабырлысыз. Сізден бәрі ақыл сұрайды. Бұл қасиет өте қажетті қасиеттердің бірі. Сіз сабырлысыз. Сіз сенімдісіз. Ал сіз психологиялық жасыңызды анықтадыңыз ба? Бөлісіп, комментарияға бөлісіп жазып кетіңіз, лайк басыңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Венера Хан. Сау болыңыздар, достар.